Бүгінде әлем экологиялық таза энергия көздеріне ұмтылуда. Қазақстанда бұл үдерістен қалыс қалмайды. Еліміздің көмірқышқыл газы шығарындыларын азайту бойынша өзіндік міндеттемелері бар. Осыған байланысты атом энергетикасы көптеген елдерде өзекті бола түсуде. Уран өнеркәсібін дамыту Қазақстанға қандай мүмкіндіктер ашады? Өнеркәсіптің қандай ерекше қасиеттері бар және оның әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігі қандай? Еліміздегі атом энергетикасының даму перспективалары мен оның экономика мен қауіпсіздікке әсері туралы не білеміз? Біз бұл сұрақтарды қазақстандық атом электр станциялары компаниясының сарапшыларына қойдық. Уран қоры бізде өте көп деп айтамыз ғой. Мемлекеттердің статистикасы бойынша да салыстырған кезде де Қазақстанда екінші орын алады жаңағы қор бойынша. Сол уранның жаңағыдай көптігі, ол жаңағы сапасы мен тазалығында. Жер қойнауынан шығатын уран ол сапалы 100% уран болып шықпайды. Сол себепті де оның қоспалары бар. Сол тазалығы жағынан, сапасы жағынан осы қоспаның мөлшерінің аз болуы. Біздің экономикамызда өте үлкен рөл атқарады. Өйткені ол дегеніміз жаңағыдай осы шикізатты сатудың экспортынан түсетін табыс, одан кейін жаңағыдай салықтың мөлшерінен табыс, жаңағы уран қорларының ашылған жерлеріндегі жаңағыдай жұмыс орындарын айтуға болады. Ол мәселен 2000 жылдардан бері өте қатты қарқынды дами бастаса, сол жаңағы уран ашылған аймақтардың барлығында жұмыс орнының жаңағыдай жұмыс орнымен қамтамасыз ету сол елді мекеннің адамдарын. Техникалық жағынан алып қарасақ, енді уран қорын тек қана шикізат көлемінде емес, оны мәселен отын жасап күйінде де біздің елде оны сыртқа сатады. Ол дегеніміз жаңағы осы Өскемен қаласында үлбі металлургиялық заводы бар. Сол жерде үлкен уран қорынан жасайтын шикізат базасы бар, жаңағыдай жылу білгіш құралдарын шығарады атом электр станцияларына. Сол осы біздің ураннан жасалынады. Бұрын білеміз ғой, енді Семей сынақ полигоны бар жұмыс істеген 50 жыл мен 90 жылдың аралығында. Ол дегеніміз адамдардың көбісі жаңағыдай біршама бөлігі осы уранды тек қана осы қару жасау мақсатында пайдаланады деп айтады. Негізі ол дұрыс түсінік емес. Оның жаңағыдай бейбіт жолмен де қолданатын жолдары бар. Ол мәселен жаңағы сол атом электр станциялары. Негізгі атом электр станциясын салу, оны эксплуатациялау біздің ел үшін ол жаңа бір сектор емес. Оған дейін де, мәселен, бізде атом электр станциясы болған 70 жылдар мен 90 жылдардың аяғына дейін бізде Ақтау қаласында БН-350 деген ядролық қондырғы жұмыс істеген. Ол жерде жаңағыдай тек қана электр энергиясын өндіру ғана емес, сол елді мекендегі жаңағыдай жылу жеткізу, суды тұщылау сияқты ол реактордың қасиеті сондай болатын. Елімізде екі орталық бар үлкен, ол ядролық орталық, мынау Курчатов қаласына қарасты, екіншісі Алматы қаласындағы ол ядролық физика орталығы. Сол екі жерде реакторлар бар бізде. Ол әрине зертханалық реакторлар, бірақ та кадрлар мәселесін даярлауда да ол жерге біз жүгінуімізге болады. Уран базасын қарастырсақ, кадрлар мәселесін қарастырсақ, және де реакторларды эксплуатациялау жөнінен қарастырсақ, тәжірибеміз бар. Біздің елімізде генерациялаушы жабдықтардың 70%-на дейін негізі көмірмен жаңағыдай жұмыс істейтін жылу электр станцияларынан алатынымыз ол анық. Одан бөлек жаңағы баламалы энергия көздері деп айтамыз, күн, жел, су сияқты ондай да жаңағыдай генерациялау көздері бар. Кейіннен газбен жұмыс істейтін энергия көздері бар. Осының барлығына жаңа атом электр станциясында қосуға болады негізі. Ол уран негізінде өте жаңағыдай энергия тасымалдаушы элемент ретінде өте жақсы. Енді мәселен, бір таблеткада бізде орташа есеппен алғанда 4,5 грамм уран болады. Оның жаңағыдай энергия сыйымдылығын қарайтын болсақ, ол 360 килограмм мұнайдың, 400 килограммға дейін көмірдің, сондай-ақ 350 куб текше метр
жаңағыдай газдың мөлшерін алмастырады. Қауіпсіздік мәселесі бұл ең алғашқы приоритетті, жаңағыдай әлеуетті потенциалды мәселелер. Ең бірінші осы қауіпсіздігіне қараймыз. Сол себепті де жаңағыдай бұл негізі тарихын қарайтын болсақ, өткен ғасырдың 50-ші жылдардан бастап салынып келе жатыр ғой енді атом электр станциялары. Қазақстан қарастырып отырған реакторлардың құрылғысы ол жаңағы су қысымда тұрған су реакторлары деп аталады. Одан да бөлек неше түрлері бар реакторлардың. Бірақ соңғы үлгідегі осы кезге дейін ешқандай апатсыз, жағдайсыз істеп келе жатқан осы қысымдағы су реакторларын алып қарауға болады. Енді ең үлкен айырмашылық бұл жерде жылу электростанциялары көмірмен жұмыс істеуі, мына жақта уранның қорымен жұмыс істеуі. Қазандықтар ғана өзгеше, қалған жақтарының барлығы ол бірдей болады. Яғни екеуінде де су қайнайды, бу айналады, бу барып турбиналарға барады деген сияқты, одан суытады конденсаторда. Сол себепті де тек қана осы жылу беруінде ғана айырмашылығы бар, ал қалған жерлік барлығында өте ұқсас. Кадрларды соған қарай кадрларды айтуға болады. Мәселен, 2000 адамның 20-25%-на дейін атом реакторлары және қондырғылар деген мамандықтарға ие болатын болса, қалғаны барлығы жылу электростанцияларының энергетик мамандары барлығы осы атом электростанциясында да екеуі ұқсас, сол себепті екеуінде де істеуге болатын мамандықтар бар. Әлемде қазір енді қазіргі таңда 413 атом реакторлары жұмыс істеп тұр. Ең көбісі бұл жерде Америка құрама штаттарында, Франция мемлекетінде, Ресей, Қытай, Оңтүстік Корея деген мемлекеттерде осы атом электростанцияларымен олар өздерінде салады, одан кейін эксплуатация жасайды, өздерінде қолданады бұл атом электростанциялары. Және де басқа да 1-2 атом реакторлары бар мемлекеттерде бар. Олар Пакистан, Үндістан, Иран сияқты мемлекеттер, Европа елдері, олар да атом электростанциясын бейбіт мақсатта осы күнге дейін қолданып келе жатыр. Одан бөлек енді алып қарасақ, көршіміз оңтүстіктегі Өзбекстан мемлекеті де осы атом электростанциясын қазір жоспарлап отыр. Бүгін біз Қазақстанның уран өнеркәсібінің артықшылықтары мен даму перспективалары, еліміз үшін атом энергетикасының маңызы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары туралы білдік.